Бізде дін жолына түскен таза адам жоқ, және біліп түскен адам жоқ. Біліп түскен, біліктілікпен барған. Дәстүр жоқ. Дәстүр жоқ қалыптасқан. Соны күйінде болу керек. Біздің де асып бартқан діншілдігіміздің өз шамалы. Соны кейін біз өзі қызық ортада, мынау алтын орта дейміз ғой, золотая середина. Соны ұстап тұра алмаймыз. Біз өзінің ар жағын өтіп кетеміз, фундаменталист болып, ваххабист болып. Не бер жақта қалып қаламыз кенжелеп. Өзінің ортасында жүретіндей жағдайымыз жоқ. Ортаны ұстап тұра алмаймыз. Не дін жолына түсіп кетсе, қыздарымыз кимешек киіп, хижап киіп кетеді. Баяғыда Шымкенттің жігіттеріне тұрмысқа шықпаймын дейтін біз оқып жүрген кезімізде. Неге? Ой, олардың ауылына келіп түссең орамал тартқызады екен деп. Енді орамал түгіл хижапты өздерінің еркімен киіп жүр. Ал бұл араб мәдениеті, ол арабтың киімі. Біз дінін қабылдадық. Біз оның дәстүрін қабылдаған жоқпыз. Біз оның мәдениетін қабылдаған жоқпыз. Кейбір адамдар айтады, ойбай, мен баяғыда сөйтіп бәле қалғам. Маған алдымен қазақ қымбат, содан кейін бар дін дегенде. Сөйтіп едім, ойбай, мәдениет дедіңіз. Мәдениет дедім ғой, мәдениет. Содан кейін алдымен қазағым қымбат дедім де, қазақтың мәдениеті ұстап тұрса, содан кейін бар дін. Сөйтіп едім, жұрттар шабылып келіп қойып, жауып кетті, садақтың астында қалды, олай себебі христиан дін өтейін деп жатыр екен. Содан айналайынды шырылдаған тыңдамайды. Сондағы айтатындары, ойбай, анандай адам ислам дінін қабылдады, мынаны Мұхаммед Әлиміз ислам дінін қабылдап жатыр, спортсмен болса да, ана поляк қабылдады, ана орыс қабылдады. Айтындаршы, айналайын, олар ислам дінін тек дін ретінде ғана қабылдаттығы мәдениетін қабылдаған жоқ қой. Мұхаммед Әли арабша өлең айтпайды ғой. Мұхаммед Әли басына шәлде киіп жүрмейді ғой. Мұхаммед Әли араб ақындарының арабша өлеңін білмейді ғой. Ол Құранды оқи алмайды ғой. Тек қана басқа бір себептермен дінді қабылдады. Ал мен де алдымынан қазақтың рухы болмаса, қазақтың мәдениеті болмайтын болса, ондай діннің маған қажеті жоқ. Егер де менің ұлтыма дін қызмет етпейтін болса, ұлтым да қызмет етеді дінге. Дін де ұлтыма қызмет етуге, оның көгеруіне, өсуіне, егер де оның өшуіне алып баратын болса, маған ондай діннің қажеті жоқ. Ал біз араб мәдениетін қабылдай алмаймыз, дінін қабылдадық. Ол дінде ішінде де қазақтың діні емес қой енді, ол да енді біз оны сырып тастап жатқан жоқпыз. Қазақтың өз төл діні тәңірянство болып тағын, біз енді одан сознательно, саналы түрде ислам дінін қабылдадық, сол дініміз сол дін болып қалады. Өйткені ол діннен ажырау арабтарға о баста ислам дінін қабылдау қаншалықты қажет болса, мемлекетті құру үшін, қоғамның басы біріктіріп тұру үшін. Бізге де дәл осындай таңда ислам дінінен басқа бізге діннің қажеті жоқ, және бұл басқа қардан тазалау дін. Гете ислам дінінің барлық шарттарын, сон тарихын, болашағын, Мұхаммед пайғамбардың өмірін, хадистерімен танысып шыққаннан кейін, онда мен мұсылман деп есептей беріңдер деген екен де. Содан кейін де мына шығыстың 7 жұлдызын ол зерттеп оқуының өзі соған себеп болған. Міне сондай ислам дінінің гуманистік өте көп артықшылықтарын көріп отыр да. Мұхаммед пайғамбардың өзі мен де сендер сияқты адам, мен де қателесем деп бастайды ғой сөзіне. Мен де сөзін дұрысын алыңдар. Сендердің жағдайларың, денсаулықтарың болмаса ораза тұтпай ақ қойыңдар. Жолда жүріп барсыңдар, оны кешірем бәрінде. Бала шағаға, әйелдерге зорлық жасамаңдар. Кімде-кім әйелдің бетіне қарап қатты сөз айтады, ренжітеді, о дүниеде тозаққа бар, сол адам бірінші барады. Осындай тазалықтары бар ғой енді, оқып отырсаң. Бірақ енді шектен шығып кететіндер бар, оны шектен шығаратындар, соған кейін редакция жасағандар. Солай болды. Редакция жасағандар, әйтпесе кеше ислам туралы тағы да бір кітап оқып жатсам, о дүниені түгел жазып қойыпты дағы. Барғанда не істейсің, сен оңға жүр, сен солға жүр, сен түрмеде, түрмеде, сен тозақта 50.000 жыл боласың, сен күнәң аздау екен, сен 25.000 жыл боласың. Қақпытты осы біздің СИЗОдағы өмір сияқты да біздің. Сөйтіп о дүниені барып көріп біліп келген адам сияқты айтады. Дін жалпы дінсіз адам өмір сүре алмайды. Құдай жоқ болса да адам баласы Құдай ойлап тапқан болар еді. Дін жоқ болса да адам баласы Құдай дінді ойлап тапты. Тапты ғой енді, 4 дінді тапты. Енді негізгі 4. Қалғандар Қазақстанда қазір 3000-нан артық діни секталар бар екен, олар қайдан шығып жатқанын білмеймін.
Осылардың бері біздің мемлекетіміздің басын ыдыратуға алып келе ме? Кеше бір газеттерде сондай қауіп шығып қапты. Енді Қазақстан болашағы ваххабистердің тағдыры ваххабистердің қолына өтіп кетуі ғажап емес деген. Бұл ескерту. Бұнымен санасу керек. Бізде жоқ, ваххабистер жоқ дей бергеннен гөрі ойлап қою керек. Біз Қазақстанды жан жағынан кеулеп келе жатыр ғой өзі. Әсерденшілдер келе жатыр, фундаменталисттер келе жатыр, сектаның жүздеген мыңдаған түрлері келе жатыр. Мына жағымызда ішімізден кеулеп кіріп, кәдімгі қылғырт болып, мына қыс көз Қытайын келе жатыр. Ешкімге мен сен жібермеймін деп орыс отыр. Сен екеуіне де жаға берме, сен неғып екеуімен жақсы болып кеттің деп, Америка табы қожандап кетеді. Қытаймен жақсы болсаң, забай оны қой тоқтат дейді. Орысмен жақсы болсаң, оны тоқтат дейді. Сонда қазақ байқұстың алдында 3 қолтық тұр ғой өзі. 3 қолтық. Біреуі Қытайдың қолтығы, біреуі орыстың қолтығы, үшіншісі Американың қолтығы. Осы 3 қолтықтың қайсысына кіру керек? Біз бәрібір сол 3 қолтықсыз өмір сүре алмаймыз. Қалаймыз ба, қаламаймыз ба? Ал қаламасаң, сені жұтып жіберу оп-оңай. Біз 10 миллион қазақ Қытайдың үлкен бір поселогы ғой. Жұтып жіберу оңай. Сондықтан халықтың аман сақтап қалсын. Абылай ханның саясаты, баяғыда Мағжан Жұмабаевтың өлеңіндегідей, бірін шауып, бірін арбап дегендей, бірін алдап, осылай өмір сүрмесек, біздің енді бейбіт жақсы өмір сүруімізге бір-ақ жол бар, ол тек қана достық және дипломатия. Біз басқа қарумен, күшпен ештеңе істей алмаймыз. Тіпті Орыспан шекарамыздың 7.000 шақырым, жалпы 12.000 шақырым шекара бар, ашық шекара, және бір континентте тұрмыз. Қазақты өткен жолы айтқан президентпен сөйлескенде де, мен осы мына Қазақстан тұратын 10 миллион қазақты десек, мен шекараға жеткізе алмаймын. Егер шекарамды қорғағым керек болса, оны жеткізе алмаймын. Сондықтан сіз сияқты ақылды адамдар керек деп айтып қойдым ғой енді. Ол дипломатиямен алуымыз керек, әйтпесе біз еш уақытта бізде не қару жоқ. Қару болғанда ядролық баяғы қаруды бермеген күннің өзінде де біз не істей алар едік, оған кадрымыз да жоқ. Дәл ішімізде ядролық қаруды шахтада жарып алуымыз мүмкін біздің. Өзіміздің ішімізде отыр. Сондықтан мына дін дегеннің өзі біздің басымызды біріктіретін әзірге ислам діні ғой енді. Және ол арабтарда оны, арабтардан гөрі қазақтар дінді жақсы ұстайтын, мен сол жаққа барғанда бар. Олар тамақтан кейін бата жасамайды, орнынан тұрып кете береді. Және мына біздің адамдарымыз кісі өлгенде үйінен тамақ ішпейді деген, әртүрлі мына арабтың салтын тықпалай береді дағы. Айналайын, әр халықтың қабылдауы бар. Қалыптастырған діни дәстүрі бар ғой өзі. Ғасырлар бойы Алла деп келе жатыр, табанасына Аллах дейтін болды. Баяғыда орыстарды ұрсатындығымыз, олар Аллах дейтін. Сендер Алла деп айтқанда айта аласыңдар әйелдің атын. Сендер де Алла деп Құдай жаратқан иемнің атын Алла деп айта алмай, неге Аллах дейсіңдер? Енді өзіміз Аллах дейтін болды. Бұны қандай үйтетін болса, әбсаттардан да сұрадым осында. Неге Аллах деуге көштіңдер, ма? Алланың басы адам, адамның басы Алланың добы, Алланың өздері, сөздері, Абай айтты, оны мысал іздемей қойық, бүкіл жырымызды, епсімізді түгел оқыңдар Алла. Енді табанасына бір күнде Аллах деп, енді дұрыс сол ғой дейді. Дұрыс сол болса, онда бәрін арабша дұрыс айтайық, китабу деп айтайық ал. Кітап емес. Орысша кроват самауыр барды, самовар дейік, самауыр емес. Егер әр сөзді дұрыс қабылдайтын болсақ, әр ел өзінің орфографиялық және фонетикалық дыбыстау жағынан сол тілдің өзіне үйретіп алады, адаптировать еткізеді, түсініккен бар, қабылдайды. Ал тықпалай беріп, дәл сол күйінше деп. Мұны осы дін дегенде қазір өзі баяғыда дінді ұстаған жақсы деуші едік. Мен бір қуанатыным, жастар неге мешітке көбірек баратын болды. Үлкендерден гөрі жастар көбірек барады. Мен осыған қуанам. Бұл тазалық аппараты шығар. Қазір ел ішінде қылмыс көбейіп кетті. Теледидарды қосқан сайын төбе шашын тік тұрады. Не деген сұмдық. Солар мүмкін азая ма, тоқтата ма, соларға діннің әсері бола ма, адам таза жүріп, таза тұруына, күнәдан аулақ жүруіне деп ойлайсың ғой. Содан барып, енді соның бәрін қарапсың, ең гуманный, бейбіт, жақсы дін.
осы ислам діні, бірақ оны арамызда жүрген ваххабистер, әшіридіншілдер, фундаменталистер, немесе жай экстремистер бұзады, дінді пайдаланып. Солардан сақтануымыз керек деп жатырмын да. Бүгін біз келгенде осы столдың басында шахмат тақтасы тұрды. Иә. Ол хобби ме, қажеттілік пе, шығармашылық адамына шахматтың, иә. Мен шахматым қайта көп еді. Мектепке бердім, үйге келген адамдардың бәрі мен жақта алып кете берді, шахмат өте көп қойдым. Бірақ жүрген жерде шахмат аламын ғой. Магнит шахмат тұр үйде. Әсіресе пойызда, самолетте шахмат. Магнитный шахмат бар ғой. Пойызда шалқының жатып ойнап кете береді. Өйткені шахмат дегеннің өзі, мен анада бір блокнотыма жазып қойғам. Адам баласы өзін адам ретінде шахмат тақтасына отырған күннен бастап сезіне бастаған. Өйткені ертеде оны тілмен ойнаған ғой. Иә, Үндістанда. Иә, сонда екі адамның шахмат тақтасына отыруының өзі жекпе-жек. Қаншалықты комбинация. Галактика сияқты, бесконечность. Бірақ енді қазір айтып жүр ғой ғалымдар, математика мен шахмат өзінің мүмкіндігін шығарып болды, енді мүмкін емес арыға дамымайды деген сияқты. Бірақ олар да дұрыс айтпайды. Өйткені қазір Перельман деген шығып жүр ғой, қолдан жасап жүрген данышпандар деп ойлап қаламын. Математика крупнейший академиктерін бас тартты, $1 миллион бас тартты. Енді келіп Нобель сыйлығын ұсынатын шығар енді оны. Қолдан жасап жатыр, сол айтты ғой. Математикті ма? Иә. Математикті ұсынбайды ау деймін. Неге жоқ? Нобель сыйлығы математиктерге бермейді емес па? Сондай ма екен? Сондай екен. Химия мен физика да? Сондай болу керек. Әдебиет. Иә. Математиктен берсе осыны алатын шығар, иә. Деп ойлағам. Мүмкін бұны физикаға ауыстырып жібере салу мүмкін, өйткені мына еврейлер жұрттар соны жасамай қоймайды. Сол айтты ғой, маған $1 миллион сыйлық бергенде, мен $1 миллион қайтем мен оны. Бүкіл әлем, вселенной менің қолымда тұр. Мен осыған таң қалдым. Ол Пуарканиннің гипотезасы бар ғой баяғы. Әлемнің тетігі қайда тұр деген. Математиктер соны жабы шеше алмай келе жатқан. Осы шешті деп естідім. Демек, бұл қазір ешкіммен сөйлеспейді, ешкімнің үйіне бармайды, үйленбеген, шешесі екеуі ғана, кәрі шешесі екеуі ғана тек пенсиямен ғана күн көреді, ақшадан бас тартқан, ешкімге интервью бермейді, бір-ақ рет қана интервью берді, замкнут ұстайды. Сондағы айтқан сөзі ғой, әлем менің қолымда тұр. Мен оны шештім. Бүкіл вселенная